Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 3-ші сынып математика сабағы 87-ші сабақ. Үй жұмысын біздер 1-ші тапсырмадан 10-ші тапсырмаларға дейін бірге орындайтын боламыз. 1-ші тапсырмада тиімді тәсілмен есептеп жауабын табыңдар. Бұл қандай мүсін екенін анықтаңдар. Яғни бұл мүсіндердің қазіргі замандағы металдан жасалған мүсіндер ме, әлде ежелгі тас мүсіндер ме? Осыны анықтау үшін біздер мына жердегі тиімді тәсілдерді қолданып мәндерін шығарамыз. Яғни мәні 210-ға, 80-90-ға тең болатын болса, олар қазіргі замандағы металдан жасалған мүсіндер екенін білеміз. Ал мәні 160, 120, 270-ге тең болатын болса, бұл бізде ежелгі тас мүсіндері екен. Міне осы тапсырманы орындағаннан кейін екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырмада бізде 36 мен 12-нің бөлінісін өрнегінің мәнін тап дейді. Өрнегінің мәнін табу үшін біздер 12 санына көбейткенде 36 шығатындай сан таңдап аламыз. Таңдау санын іздейміз, сосын барып оны көбейтеміз. Ал тексереміз, сосын тексеріп мәнін табатын боламыз. Міне осылай бөліндінің мәнін тез таңдау үшін бөлгіштің соңғы цифрына назар аудар. Көбейту кестесіндегі бөлгіштің бірлігіне тең санды есіңе түсір. Көбейткен кезде бөлгіштің соңғы цифры шығатындай ғана таңдау алу қажет. Бұл енді кішкене күрделеніп келе жатыр біздерде тапсырмалар, сондықтан көбейту кестесін өте жақсы білуіміз қажет. Мына жерде астарын сызып қойдым, қай сандарды жаңа еске түсіру керек. Міне мәндері екінші тапсырманың жазылып тұр. Бөліндінің мәнін таңдап алу үшін тәсілмен өрнектің мәнін тап дейді. Екінші тапсырманың ә бөлігі сіздерге дайын жазылып тұр, бірақ таңдап алу тәсілін мұқият түсініп алатын боламыз. Үшінші тапсырмада екі таңбалы санды екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қара және түсіндір. Есептеуді тексер дейді. Бұл жерде бірінші тәсіл 2-ні аламын, 2 мен 14-тің көбейтіндісі 28-ге тең. 3-ті аламын, 3 пен 14-тің көбейтіндісі 42-ге тең. 4-ті аламын, 4 пен 14-тің көбейтіндісі 56-ға тең. Жауап 4. 56 мен 14-тің бөліндісі бізде жауабы шығады. Екінші тәсілі бөлгіштің соңғы цифры бойынша бөліндіні іздеймін. 4-тің көбейту кестесін есіме түсіремін. Соңғы 4 цифры болатын жауапты табамын. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16-ға тең. Тексеремін. 4 пен 14-тің көбейтіндісі 56-ға тең. Жауап 4-ке тең. Сонда осы тапсырманы орындау үшін екі тәсілді қолдануымызға болады екен. Міне солай 46 мен 23-тің жаңағы бөлінісінде табуымызға болады. 2-ні аламын, 2 мен 23-тің көбейтіндісі 46-ға тең. Жауап 2 болып шыға келеді. 39 мен 13-тің бөлінісінде де мысалы бөлгіштің соңғы цифры бойынша бөліндіні іздейміз. 3-тің көбейту кестесін есімізге түсіреміз. Соңғы 9 цифры болатын жауапты табамын. Яғни жауабы жаңағы 9-ға тең болды. Сондықтан бұның жауабы 3-ке тең болып шығады. Міне осылай таңдау тәсілін пайдалана отырып бөлінділердің мәндерін табуымыз қажет. 4-ші тапсырмада бұл жерде бізде мәні бірдей өрнектер тап, тура теңдіктер жаз дейді. Тура теңдіктер құрастыруымыз қажет. 60 пен 15-тің бөлінісі ол 600 пен 150-дің бөлінісіне тең болады. Тең тура келеді. Келесі 5-ші тапсырмада фотосуреттер саны дейді, альбомдардың бетіндегі орын саны, альбом беттерінің саны, қалған фотосуреттер деген бізде кесте тұр. Сен мүсіндер бейнеленген фотосуреттерді альбомдарға орналастыруың керек, тапсырманы орында. Бұл жерде қалдықпен бөлуге байланысты тапсырманы өткен сабақтарда орындаған болатынбыз. 68 мен 7-нің бөлінісі бізде 9-ға тең, қалдық 5. Оны тексереміз. 9 7-ге көбейтеміз, оған қалдық 5-ті қосамыз, 68-ге тең болады. Міндетті түрде тексеріп отыратын боламыз. Міне осылай тапсырмаларды ары қарай орындап шығамыз. 6-шы тапсырма. Мүсін жасау үшін шеберге құралдар қажет. Қандай құралдар қажет екен есептің мәтінінен білесің дейді. Бір кескіш 19 теңге тұрады. 95 теңгеге неше кескіш сатып алуға болады деп сұрайды. Бұл жерде бір кескіш 19 теңге, 95 теңге белгісіз кескіш. 95-ті 19-ға көбейтеміз, 5-ке тең. 95 теңгеге 5 кескіш сатып алуға болады екен. Келесі ә бөлігінде 20 ілмек үшін 580 теңге төленді. Осындай 9 ілмек сатып алу үшін
қанша ақша төлеу қажет деп сұрайды. Ол үшін 20 ілмек 580 теңге, 9 ілмек белгісіз теңге. 9 ілмек табу үшін 1 ілмек бағасын тауып аламыз. Сосын барып 29-ға көбейткен кезде 261 теңгеге тең болды. 9 ілмекке 261 теңге ақша төлейміз екен. Б бөлігінде циркуль 65 теңге тұрады. Бұл бір сызғыштан 13 есе қымбат. Бір циркуль мен бір сызғыш үшін қанша ақша төлеу қажет? Ол жерде 65 пен 13-тің бөліндісі бізде 5-ке тең. 65-ке 5-ті қосамыз, 70-ке тең. Яғни бір циркуль, бір сызғыш үшін 70 теңге төлеу қажет деп жауабын шығаратын боламыз. Келесі В бөлігінде бір ағаш кескіш 19 теңге, ал бір темір кескіш 76 теңге тұрады. Темір кескіш бір циркуль мен бір ағаш кескішке қарағанда темір кескіш неше есе қымбат деп сұрайды. Оны табу үшін біздер белгілі сандарды бір-біріне бөлетін боламыз. 4 есе қымбат екен. Жауабы 4 есе қымбат деп жазатын боламыз. 7-ші тапсырмада теңдеулерді шешеміз. Бұл жерде күрделі теңдеулер берілген. Y пен 150-дің айырмасы тең 700 бен 450-дің айырмасына дейді. Бұл жерде 700 бен 450-дің айырмасын бірінші тауып аламыз. 250-ге тең, сосын барып белгісіз санды табамыз. 250-ге 150-ді қосқанда 400-ге тең. Белгісіз сан бізде 400-ге тең екен. Міне солай келесі теңдеулерді шығаратын боламыз. Күрделі теңдеулер бірінші жай теңдеуге айналдырып аламыз. Жай теңдеуге айналдырғаннан кейін барып белгісіз сандарды тауып шығатын боламыз. Міне екінші, үшінші, төртінші теңдеулердің де шығару жолдары сіздерге көрсетіліп тұр. Қателеріміз болса бірге дұрыстап алатын боламыз. 8-ші тапсырмада кесте бойынша өрнек құр және жаз дейді. Олардың мәнін тап. Кесте бойынша беріліп тұр, осыны астындағыдай мынадай етіп өрнекке айналдырамыз. Мәндерін шығарамыз. Жақшасын қойып, қосатын қосып шығаратын боламыз. 9-шы тапсырмада берілген бөлу мен көбейтудің орындаған кезде балалар қалай пайымдады? Ойлан, сәйкестендір дейді. Қалай пайымдады? Оларды мысалы сәйкестендіретін боламыз. Мәндерін жаңағы шығарып, бір-біріне жаңағы қалай есептегендігін жақшаларын көрсетіп, мәндерін тауып, осылай шығаратын боламыз. Келесі бізде 10-шы тапсырма. 10-шы тапсырмада разрядты қосылғыштардың қосындысын санға көбейту арқылы есепте бір таңбалы санды 11 101-ге қалай көбейтуге болатыны туралы қорытынды жаса деді. Міне разрядты қосылғышқа жіктеп, оларды жеке-жеке көбейтіп, мәндерін табуымызға болады. Бұл тәсілді біздер өткен сабақта да айтқан болатынымыз. Ендеше бұл жаңа разрядты қосылғыштарға жіктей өтіріп, оларды көбейтуге болады екендігін көрсетілген бұл жерде. Құрметті оқырмандар, сіздерге жаңағы осы каналда орындалған тапсырмалар ұнаған болса, подписаться батырмасын басыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий жазыңыздар, лайк басып, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.